Баршаңызға сәлем. Мен бүгін баклажан салатын жасаймын. Осындай дәмді әрі тез дайындалатын баклажан салатын менімен бірге жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге баклажан қажет, қызанақ, қант, тұз, қызыл ащы бұрыш, чеснок, алма уксусы, шімшкі май және укроп пен кинза қажет. Ең алдымен баклажанымызды жуып тазалап аламыз және оны ортасынан бөліп, осындай етіп турап ыдысқа саламыз. Енді осы салған баклажанымыздың үстіне тұзымызды сеуіп, жақсылап араластырып қоямыз. Тұзымыз баклажанға сіңуі қажет. Ал енді қызанағымызды тураймыз. Қызанақты осындай етіп турадым. Өз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар да болады. Қызанағымызды үлкенде ыдысқа саламыз. Енді осының үстіне тұзымызды, қантымызды, қызыл ащы бұрышымызды және чесногымызды турап саламыз. Чеснокты теркадан өткізіп салсаңыздар да болады. Мен турап салғанды жөн көрдім. Міне чесногымызды салдық. Енді осының үстіне укропымызды тураймыз. Укропты салдық, енді кинзамызды турап саламыз. Бұл салатқа ерекше дәм беретін кинза. Кинзамызды салдық. Енді осының үстіне шімшкі майымызды құямыз. Шімшкі майды мен көз мөлшерімен құйдым. 2 ас қасықпен құйсаңыздар болады. Енді 1 шай қасық алма уксусын құямыз. Енді осы қызанағымызды жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін қызанағымызды тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді баклажанымызды үстіне су құйып жуамыз. Майлықты төсеп, осы майлықтың үстіне баклажандарымызды жайып аламыз. Шамалы суы сарқылуы қажет. Баклажандарымызды қойып алдық. Шамалы уақыт кебуі қажет. Міне баклажандарымды жинап ыдысқа салып алдым. Енді осының үстіне картоп крахмалын себеміз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Крахмал барлық баклажандарға жағылуы тиіс, араласуы керек. Енді қызып тұрған майға баклажанымызды қуырып аламыз. Қызарғанша қуырамыз. Міне біздің баклажандарымыз қуырылып болды. Осындай болуы керек. Енді осыны қызанағымыздың үстіне салып араластырамыз. Енді ыдысымызға салып аламыз. Міне осындай болып шығады.